Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еңлік, және біз бүгін өте керемет болып шығатын, дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пончик жасаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге қантымызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды салып, және құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды салып, сосын ертілген сары майымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Мен пончикке қосқан ингредиенттерінің мөлшерлерін описанияға жазамын. Міндетті түрде кіріп қарап кетіңіздер. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып венчикпен араластырамыз. Егер сіз ұныңызды көп мөлшерде салып жіберетін болсаңыз, онда сіздің тестаңызда комоктар пайда болуы мүмкін, және сіздің пончиктеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан мен сияқты аз-аздан сала отырып араластырсаңыздар болады. Мен басында венчикпен араластырам, сосын қасықпен, потом кішкене жабыса бастаған кезде уже қолмен нан илеймін. Менің қамырым дайын болды, енді оның бетін салафанмен жауып қоямыз. Салафанның орнына пищевой пленканы да қолдануға болады. Енді осыны жылы жерге 1,5-2,5 сағатқа жібереміз. Ол ең бастысы ол көтерілу керек. Енді осыны жайып, домалақтап кесіп, тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. Пончик өзі көтерілу керек. Сосын крем жағатын насадкамен ортасын тесеміз. Егер сізде насадка болмаса, онда бауырсақ қылдырып пісіре беріңіз. Сосын қызып тұрған майға 2 жағын қызартып пісіреміз. Менің пончиктерім дайын. Сіздер әдемілік үшін шоколадты глазур немесе сгущенка жағып қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Еңлік. Қош сау болыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.